Қандай кітап оқысам екен деп жүргенде Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы қолыма түсті. Бұл шығарма менің әдебиетке деген қызығушылығымды оятып, кітап оқуға деген ынтамды арттырды. Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын оқығанда менің жан дүнием терең толқыды. Ақынның сұлу, кестелі тілімен суреттелген кең байтақ дала, шетсіз, шексіз, көкжиекті жарып өткен құлагердің еркін дүбірі менің жүрегіме ерекше әсер етті. Әрбір жолында қазақ жерінің кеңдігі мен табиғаттың тамаша көріністері көз алдыма елестеді. Құлагердің асқақ тұлғасы маған еркіндіктің, сұлулықтың, асыл мұраттардың мәңгілік символындай сезілді. Оның бойындағы тектілік пен қайталанбас сұлу болмыс маған арманның шексіздігін, нағыз өнер мен шынайы махаббаттың ұлылығын ұғындырды. Ақын серінің құлагерге деген адал махаббаты, жан тәнімен сүйіспеншілігі поэманың әрбір жолынан сезіліп тұрды. Бұл сүйіспеншілік арқылы ақын бізге адамның арманын, табиғатпен үндестігін және таза жүректен шыққан махаббаттың қандай қасиетті екенін терең жеткізе білді. Алайда құлагердің қасіретті өлімі мені терең мұңға батырды. Ол жай ғана бір жүйріктің қазасы емес, тұтас бір халықтың аңсауының, тағдырындағы ауыр қайғының көрінісі іспетті әсер етті. Ілияс Жансүгіров құлагердің өлімі арқылы заманның қатыгездігін, қоғамдағы әлсіздікті, іштарлық пен қызғаныштың адам тағдырына қалай қасірет әкелетінін зор шеберлікпен бейнелеген. Ақынның әрбір бейнесі, әрбір суреті шынайылығымен, жүректен шыққандығымен оқырманды тебірентеді. Оның поэмасына мен заман ағымына қарсы тұру, ар-намысты биік ұстау, әділдік үшін күресу секілді ұлы ұғымдардың маңыздылығын терең сезіндім. Құлагер поэмасы мен үшін тек әдеби шығарма ғана емес, рухани биіктікке жетелейтін, адамгершілік пен сұлулықтың мәнін ұғындыратын өмірлік сабақ болды. Ақынның шынайы сезімі мені көркем тілімен, өз ішкі жан дүниеммен сырласуға, өмірдің шынайы құндылықтары туралы ойлануға итермеледі. Поэмадан алған сезім мен толғаныс мені сұлулықты, адалдықты қорғауға, әділдік жолында күресуге, өзімнің адамдық болмысымды шыңдауға шабыттандырды. Ілияс Жансүгіровтің «Құлагері» маған өнердің адам жүрегіне қаншалықты терең әсер ететінін көрсетті. Бұл поэма арқылы мен қазақ халқының терең рухын, қайғысы мен үмітін, аңсаған еркіндігін сезіндім. Сондықтан да «Құлагер» менің жүрегімде мәңгілік сақталып қалды.